ертеде, терең көк теңіздің жағасында. Шағын құлап бара жатқан лашықта. Кәрі шал мен кемпір өмір сүріпті. Олардың киімдері ескі, ыдыстары сынық. Дастархандары жұтаң болса да, екеуі бір-бірін сыйлап қарапайым өмір сүрген. Шал күнде теңізге барып, ескі тормен балық аулайтын. Бір күні ол торын тартса, жылтырап тұрған алтын балық ілініпті. Ол судағы күннің сәулесіндей жарқырап, адам даусымен сөйлеп жіберіпті. Құрметті қария, мені босатшы. Қалаған тілегіңді орындаймын деп жалыныпты. Жүрегі таза шал жымиып, маған ештеңе керек емес, еркін жүзе бер деп балықты суға қайта жіберіпті. Шал үйге келіп болған жайды айтқан кезде, кемпірдің көзі шарасынан шығып, «Ей, ақымақ шал, неге ештеңе сұрамадың? Жаңа ағаш табақ сұра», деп ашуланады. Шал теңізге қайта барады. Балық тағы шығып тілекті орындайды. Жаңа табақ келеді. Бірақ кемпір тоқтамайды. Табақпен не істеймін, үйімізді ауыстырды. Жаңа, мықты, кең үй сұра дейді. Шал тағы барып сұрайды. Балық тағы орындайды. Лашықтың орнына әдемі үй пайда болады. Бірақ аш көзді көсе береді. Үйде аз, бай болғым келеді. Маған байлық, қызметшілер, сән керек дейді. Әр тілекті балық шыдаммен орындай береді. Бірақ теңіз толқып аспан қарайды. Балықтың дауысы мұңды бола бастайды. Бір күні кемпір тіпті шектен шығып, «Мен ханша болғым келеді. Жоқ, бүкіл теңізді билегім келеді. Жоқ, мен күн мен айды әмірлейтін патшайым боламын» деп айқайлайды. Шал ұялып тағы барады. Алтын балық бұл жолы үнсіз қалады да, теңіздің түбіне кетіп қалады. Шал үйіне қайтса, бәрі жоғалған. Қайтадан ескі лашық, сынық табақ, жыртық киім, шаң басқан еден. Кемпір бұрынғыдай, бірақ енді үнсіз. Шал сабырлы күліп, «Көрдің бе, кемпір? Қанағатсыз адам ешқашан бақыт таппайды. Адамның байлығы оның жүрегінде. Ал аш көздік бәрін жоғалтады» дейді. Осылайша алтын балық та жоғалды. Ал өмір өз қалпына келді.